жылдың 1 қаңтарында 30 жасар Кайлер есімді жігіт Юда штатындағы Солт-Лейк-Сити әуежай ғимаратына кіреді. Ол басқа қалада тұратын науқас атасына бармақшы еді. Бірақ біраз уақыттан кейін мүлдем түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Кайлер әуежай ғимаратының дәлізімен жүгіреді, содан кейін бірнеше есікті ашуға тырысады. Жас жігітті жаңа жылдың 1 күнінде-ақ осындай ақылсыз әрекеттерді жасауға не итермеледі? Қазір бірге талқылаймыз. Барлықтарыңызға сәлем. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Ендеше сіздермен бірге QRF ұжымы. Бүгін біз Кайлер Эфингердің сұмдық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Кайлер Эфингер ата-анасы және әпкесімен бірге Солт-Лейк-Сити әуежайынан 1,5 сағаттық жерде орналасқан Парк-Сити атты шағын қаласында тұрды. Кайлер әуежай ғимаратына кешкі сағат 5 шамасында келді. Өзімен бірге чемодан және рюкзак болып еді. Біраз уақыттан кейін жігіт Солт-Лейк-Сити мен Денверге ұшуы керек. Жол жүру уақыты шамамен 1,5 сағатты құрайды. Кайлер рейске отырар алдында бақылау аймағынан өтуге келеді. Сол сәтте техникалық ақаулар орын алып, әуежайдың қауіпсіздік қызметі оның багажын мұқият тексереді. Арадан тағы біраз уақыт өтіп, жігіт багажымен бірге А30 жолаушыларды отырғызу аумағына барады. Мұнда менеджер Кайлерге келіп, рейсіне кешігіп келгенін хабарлайды. Бір кезде камераға оның еденге шұлық киіп отырғанын және жанында аяқ киімі тұрғанын түсіп қалады. Әрі қарай жас жігіт шұлықпен, қолына болса аяқ киімін ұстап жүреді. Жігіт күту залындағы траволатор арқылы өтеді. Сағат 21:52-де ол А2 қонуға арналған шығатын жабық есікке жақындайды. Ол есікті ашуға тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Әуежай қызметшісі сол сәтте оған бірдеңе айтады. Жігіт жылдам жауап беріп, басқа есікке қарай қадам басады. Осы сәтте әуежай қызметкерлерінің бірі орталыққа бір жігіт тәртіп бұзып жатқанын баяндайды. Содан кейін жігіт терезеге жақындап, оны аяқ киімімен сындыруға тырысады. Түк шықпағаннан соң, жігіт апаттық жағдайға арналған басқа есікті ашып, баспалдақпен төмен қарай жүгіреді. Мына бейне инфрақызыл камерамен түсірілген. Оның түсірілімінде Delta Airlines авиакомпаниясының ұшағы ұшу-қону жолағында баяу қозғалып бара жатқанын көруге болады. Жігіт ұшаққа қарай жүгіреді. Дәл осы кезде видео үзіліп кетеді. Бағанадағылар тыңдаймыз. Бұл Delta 1505. Ұшу-қону жолағында бір жігіт жүгіріп жүр. Delta 1505 қабылданды. Сіз қазір ұшқалы жатырсыз ба? Біз ұшайын деп жатырмыз. Өздеріңіз жаңа ғана естігеніңіздей, рейс 1505-тің пилоты диспетчерге әлде бір жігіттің ұшу-қону жолағында жүгіріп жүргенін ескертеді. Дәл сол уақытта диспетчер қауіпсіздік кеңеске хабарласып, жігіттің төтенше жағдайларға арналған есіктен шыққанын айтады. Қауіпсіздік қызметінің жұмысшылары Кайлерді соңғы рет сипаттаған жерге барады да айналаны жаяу тексереді. 21:57-де оларға жігіт соңғы рет қандай киімде жүргені туралы хабар жетеді. 2 минуттан соң қызметшілер айналаның барлығын қарап көрдік, алайда Кайлерді таппадық дейді. 22:02-де диспетчер жігітті басқа жерден көріп қалады да оларға айтады. Аз ғана уақыт ішінде Кайлер Эфингер Солт-Лейк-Сити Сан-Франциско бағытында ұшатын Delta Airlines 2348 ұшағына жеткен. Осы кезде бортта 95 жолаушы отыр еді және ұшақ ұшуға толықтай дайын болған. Delta 2348, жігіт жаяу жүрме? Иә, бұл сіздер іздеп жүрген жігіт секілді. 2348, рахмет. Ешқайда кетіп қалмаңыз. Егер қолыңыздан келсе, жігіт туралы маған баяндап отырыңыз.
22:06 ұшу-қону жолағында Кайлердің жеке заттары табылды. Дәлірек айтқанда, жейдесі мен аяқ киімі. Осы сәтте жігіт ұшақтың қозғалтқышының астында жатқаны туралы хабар келіп түседі. Қауіпсіздік қызметі авиадиспетчерлерге тез арада ұшақтың пилотына қозғалтқышты өшіруді ескертіңдер деген бұйрық береді. Пилот бұйрықты бұлжытпай орындайды. 1 минут өткеннен соң көмекке келген топ Кайлер Эфингерді қозғалтқыштың ауа сорғышынан ессіз күйде тауып алады. Топ дереу оны сыртқа шығарып, алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Бірақ бәрі кеш еді. Кайлер Эфингер ана дүниеге аттанып кетіпті. Негізінде Сан-Францискоға аттанбақшы болған А-220 жүз ұшағының аэробусы мұздан тазартылған. Кайлер ішіне кірген сәтте қозғалтқыштар жай айнала берген. Егерде қозғалтқыштары қаттырақ айналғанда, жігіттің сол сәтте тек қана бөлшектенген дене мүшелері ғана табылар еді. Ендігі кезекте жігіттің неліктен бұндай түсініксіз іске барғанына тоқталып өтсек. Оқиғадан 1 жыл бұрын Кайлердің ата-анасы басқа қалаға көшіп кетеді. Ал өзі болса Парк-Ситиде қалады да жергілікті қонақ үйге жұмысқа орналасады. Әкесі Джаттың айтуы бойынша, ұлы кішкентайынан ештеңеге таршылық көрмей өскен. Иә, шынында, жігіт осының арқасында өте шапшаң, кез келген нәрсеге басын сұға беретін болған. Алайда басқа балалар саған тыным жоқ екен деген секілді мазақтайды. Кайлердің нервпен мәселесі орта мектепті аяқтағаннан соң пайда бола бастады. Мектептегі мазақтан шаршаған балаға тіпті колледжде де тыным болған жоқ. Бәрімен күліп араласатын, ешкімге зияны жоқ Кайлер неліктен айналамдағы адамдар маған бұлай жасайды деп қатты ойланатын еді. Уақыт өте келе 20 жасында дәрігерлер жігітке биполярлық күйзеліс деген диагноз қояды. Дәл сол кеште, яғни 1 қаңтар, Кайлерді әуежайдың қауіпсіздік қызметі ұстап алады. Соның кесірінен өзінің рейсін өткізіп алып, қайта брондау үшін әкесіне хабарласады. Алайда әкесі рейсті өткізіп алу жақсы еместігін айтады. Осы сәтте оның басына түрлі жаман нәрселер келіп, арты осылай аяқталған көрінеді. Ұшақтан қалып қоймайын деп, ол ұшақтың жерге жақын орналасқан бөлігіне, яғни қозғалтқыштың ішіне кіріп кетеді. Бұл іс осы жылдың 1 күнінде ақ болғандықтан, нақты мән-жайы толықтай белгісіз. Бірақ қаласаңыздар, алдағы уақытта бір жаңалық шықса, сіздерге Telegram парақшамызда бөлісетін боламыз. Сондықтан описаниеде және комментарийде тұрған сілтеме арқылы өтіп, тіркеліп алыңыздар. Осымен видеомыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басу арқылы бізді қолдай аласыздар. Бұл іс туралы ойларыңызды комментке жаза кетіңіздер. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.